Сәлеметсіздер ма, серіктестер? Мен осы Dandelion фирмасының дәрісін ішіп, препаратын алып, жақсы результатқа жетіп тұрмын. Мен 2009 жылы бірінші рет инсульт алдым, 3 рет содан кейін қайталанды. Содан кейін Паркинсон ауруы пайда болды. Паркинсон ауруын өздеріңіз білесіздер, дірілдеп. Сосын позапросителя дейді. Сосын сөйлеу қабілетім де нашарлап кетті. Ұйқым нашарлады, жүріс-тұрысым нашарлады. Скованность, бетімде, бүкіл мышцаларымда скованность болды. Соның бәрі қазір кетіп жатыр. Dandelion фирмасының магний водородын 10 күн бір капсуладан іштім. 24 желтоқсаннан 4 қаңтарға дейін. Содан бүгін 4 қаңтардан бастап 2 таблеткадан 2 капсуладан ішіп жатырмын. Сол өте жақсы көмектесіп, результаты бірінші күні шықты. Бірінші күні 5 сағат ұйықтап шықтым. Енді сіздерге айтайын дегенім, осы Dandelion компаниясының препараттарын алып ішіңіздер. Инсульт, инфарктқа да, Паркинсонға да, және артрозға да жақсы көмектеседі. Енді сіздерге қазір көрсетемін қалай жайып. Бұрын үйде тек қана харлықпен жүретінді құлай беретімін. Балалар қасымда жүріп, ылғида ұстап жүретін. Қазір өзім жүрем, үлкен дәретке 4 рет, кейде 5 рет барып жүрем. Сосын сөйлеуім де дұрысталды.